Армысыздар, сіздермен бірге әдеп подкастының кезекті шығарылымы студияда қояйын енді онлайн студияда журналистер Жолдас Өрісбай және Ақсәуле Әлжан. Бүгін біз тағы да бір этикалық дилемма туғызған бір мәселе бойынша бас қосып отырмыз. Жолдас, сөз өзіңізде. Бүгін біз негізгі мәселе ретінде мақала жазған кезде қандай ақпараттарды беру контекстіне қатысты талқылады, және бұл жерде негізгі фокуста ұлыс медианың осыдан 2 аптадай бұрын Астанада болған өрт оқиғасына қатысты берген мақаласы. Ол жерде өкінішке қарай өрттің салдарынан 3 бала қайтыс болған еді, мерт болған еді. Сол балалардың жеке деректеріне қатысты және оның ішіндегі бір баланы ерекше бала деп көрсеткеніне қатысты болып тұр. Мақала 21 сәуірде шыққан. Өрт негізі 12-сіне болды, қателеспесем. Сол өрт болған күннен бір күн кейін көп медиа ресурстар оны таратты. Сол жерде бірнеше жерде ерекше бала екені қысқа айтылады. Мысалға, мынау халық партиясы. Жолдас, сізді бөліп жіберейін. Қазір ол жерге келеміз. Ұлыс медианың айтып отырған үзіндісін оқып жібересіз бе, адамдарға түсінікті болу үшін? Содан кейін жалғастырайық. Ұлыс медианы айту керек, Ұлыс медиада шыққан мақала 3 рет өзгерген екен. Мен алғаш рет бірінші көрген кезде мақалада былай жазылған: 3 балада Шығыс Қазақстан облысында туған, үйдің тұңғышы ерекше бала болған. Оны ашық дерек көздерден редакция тапқан видеолардан аңғаруға болады дейді. Видеолардан дегенге гиперсілтеме береді. Мен осы сілтемеге өтпедім, бірақ оның өзі этика бұзу, негізі сілтеп айту, және бұл жерде журналист ерекше бала екенін сол видеодан аңғарғанын жазып отыр да. Ол бір диагноз емес, дәрігердің есебі емес. Сосын қыз бала телефоны экранына ұзақ уақыт телміріп, ерекше балаларға тән қимылдар жасап тұрған видеолардың түрлі әуенмен өңдеп желіге жүктеген. YouTube платформасына баланың видео жариялап жүретінін ата-анасы білмеуде мүмкін деген контекст береді. Бұл жерде менің бір қоса кететін нәрсем, жаңа Жолдас тағы да қосар, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары бұл туралы жазған. Олардың кейбіреуінде мерт болған 3 баланың біреуінің ерекше бала екендігі атап көрсетіледі. Біз бұл жерде бұны неге этиканың бұзылуы деп айтып отырмыз. Бұл жерде бұл ақпараттың өрт болып және сол семьяда осыншама адамның зардап шеккеніне қатысты ешқандай да екеуінің арасында байланыс жоқ. Яғни ешқандай контекст ашпайды. Бұл артық нәрсе. Яғни ол дені сау бала ма, басында қандай да бір диагноз бар бала ма, ерекше бала ма, ерекше емес бала ма, бәрібір ол жерде өрттің құрбаны болған бейкүнә балалар. Және осы ақпаратты жариялау арқылы және бірінші нұсқасында, кейін ол нұсқаны өшіріп тастаған болу керек, бірінші нұсқасында ол баланың видеолары болса соған сілтеме салып, оны міне қараңыздар деп қоюлары ешқандай да этикаға жатпайтын нәрсе. Өйткені бұл жеке адамның медициналық құпиясы, немесе отбасының өзінің ішкі шаруасы. Ол балада қандай да бір диагноздың бары немесе жоғы қоғамға ешқандай әсер етпейді. Бірақ ол баланың туыстарына, аман қалған адамдарына, басқа отбасы мүшелеріне үлкен эмоциялық зардап әкелуі мүмкін. Сондықтан біз бұны журналистік этиканың бұзылуы деп айтып отырмыз. Егер сіз журналист болмасаңыз, түсіндіріп кетейік деп айтып жатырмыз. Өйткені журналистік этикада бір үлкен қағида бар. Бұл дәрігерлердің этикасына да ұқсайды. Дәрігерлерде біреуге зиян келтірмеу деген қағида бар ғой, мысалға, емді білмесең, емдемей ақ қой, ең басты зиян келтірме деген сияқты. Сол сияқты журналистерде де сондай үлкен қағида бар, зиян келтірмеу қағидасы. Біреудің жеке басына қатысты мәліметті жариялау, медициналық бір диагнозды жариялау, немесе тағы да басқа мәселелерді жариялау, бұл үлкен бір контекст болған кезде ғана, сол факт тақырыпты одан әрі аша түскен кезде ғана талқыланып, жан-жағы сараланып, таразыға түсіп барып, береміз бе, бермейміз бе деп содан кейін барып шешілу керек. Біріншіден, екіншіден, бұл жерден ешқандай да контексттің қажеттілігі жоқ. Бұл бірінші жаңағы зиян келтірмеу этикасы қағидасына нұсқан келіп отыр. Және тағы бір үлкен мәселе, бұл жерде журналистика травма дейді, яғни травма журналистикасы дегенде ұғым бар. Қандай да бір төтенше жағдайлар, адамдарға
бір зиян келгенде болатын журналистиканың да, яғни сол қылмыс құрбандары, төтенше жағдай құрбандарымен жұмыс жасаудың бір ерекше жолдары болады. Бұл жерде сол да бұзылған. Сәл-пәл ол туралы тағы да айтармыз. Жолдас, ары қарай сөз өзіңізде. Иә, бұл контекст үшін айта кетейін. Бұл мақала шыққан кезде бір журналист Фейсбукте осы туралы жазды. Соның астына мен сыни пікір қалдырдым. Жалпы дәрігерлердің өзі жай ғана адамның видеосына қарап шешім шығармайды, диагноз қоймайды. Мынау ерекше бала ұқсайды екен, немесе мынау ерекше бала екен деп айтпайды да, мысалға. Ол кәдімгі дәрігердің этикасы. Бұл жерде журналистің өзі редакция тапқан видеолардан аңғаруға болады деп беріп отыр да. Өрескел қате деп айту керек негізі. Сосын мен осы сынды айтқаннан кейін тағы бір мақаланы өзгерткен редакция. Өзгерткен контексті былай екен, мен оқып жіберейін оны, қараңыз. Былай контекст қосқан. Бұл туралы тұңғыш бала ерекше болған, үйдің тұңғышы ерекше бала болған, бұл туралы бұдан бұрын отбасының туыстары баққа мәлімдеген. Баланың емдік дене шынықтыру жаттықтырушысы да оның анасымен бірге келіп ем алып жүргенін растаған. Баланың сырқаты ашық дереккөздерден редакция тапқан видеолардан да аңғарылады дейді. Яғни бағанағы видео туралы мәтін бар да, бірақ арасында жаңа бұрын бақта жарияланды деп берді. Мен жаңағы Фейсбукте жазған сыныма бір кісі жауап жазды. Ол кісі Улус медиада істей ме, істемей ме білмеймін, бірақ ол бұл ақпарат Улус медиада шыққан жоқ, бұған дейін басқа медиада шықты деп жазды да. Сосын мен іздеп көрдім, желілерде бар ма екен деп. Ол желіде айқында шыққан. Айқын сол оқиға болғаннан бір күн кейін бе мақала береді. Сол мақала 14 сәуірде 2 күннен кейін жаңа балалар жерленген жеріне барған кісі ме, әлде айқынның тілшісі барған ба, сол балаларды жерленген жерден ақпарат береді. Сол жерде жаңағы жақындары бұл қазаның ауыр соққы болғанын айтып, көпшілікті сабырға шақырып, марқұмдарға дұға бағыштауды өтінді. Олардың сөзінше, яғни жақындарының сөзінше, отбасында ерекше күтімді қажет ететін бала болған. Ол анасы кәсіпкерлікпен айналысып, отбасының жағдайын жақсарту үшін еңбек еткен. Мүмкін осыған меңзеген шығар деп ойлаймын, бұған дейін шықты деп. Бірақ кез келген редакция шешім қабылдайтыны өз платформасы шығатын мақалаға шешім қабылдайды. Бұл ерекше бала екен айтылыпты жарайды бұған дейін. Оны беру қаншалықты қажетті бұл жерде? Иә, қоғамдық мүддеге сай ма? Қажет емес та бұл жерде. Ешқандай мысалға өрттің болуына, өрттің салдарына дәл сол баланың диагнозы, оның жағдайы әсер еткені туралы ақпарат жоқ. Дәлелденсе ғана, иә, ол дәлелденсе ғана контекст беруге болады да. Бұл жерде Улус медиа соны ескермей шығарып жіберген. Сосын айта кету керек, Улус медианың бас редакторына біз осы подкастқа келуін шақырдық. Мен оған жекесіне жаздым. Бұрын сол жекесіне жазып, кей мәселелер бойынша комментарий алғам, ол жауап беріп жүрген, бірақ дәл осы контекстте подкастқа шақырғанымда ол кісі мен жазғанымды көрмеді, жауап бермеді. Айта кеткен жөн, біз бұл жерде Улус медианы алып таба сынағымыз келген жоқ. Редакцияны, сол шешімді қабылдаған редакторды шақырып, соның шешімді беруін өтініп едік. Осы жерде бірге талқыласақ деп едік. Өкінішке қарай болған жоқ. Кейін мақаланың тағы бүгін ашып қарасам, мақала өзгерген. Бұл соңғы редакциясында мақаланың жаңағы баланың емдік дене шынықтыру жаттықтырушысы да оның анасымен бірге келіп ем алып жүрген растаған деген жерден абзац бітеді. Оның астында жаңағы тағы да керегі жоқ, бұл фактың не үшін керегі бар деп тағы да таңғалып отырмын. Иә, оны себебі олар тақырыпқа шығарып тұр. Тақырыпта қазір қараңыз, ерекше бала, қандас, журналист деп береді. Үшеуі де негізі шындап келгенде оқиғаға қатысы жоқ. Ерекше бала екен, оқиғаға қатысы бар ма? Жоқ. Қандас, ол жаңа отбасының әйелі, анасы, әкесі қандас екені оқиғаға қатысы жоқ. Жаңа анасы жәбір көрген, реанимацияда жатып, жақында оянды деді. Оның бұрын журналист болғаны да
қатысы жоқ контекстке. Оның бұрын Жаңаөзен оқиғасына қатысты бір пікір жазған екен, оны да Улус медиа береді астында. Қоғамдық мүдде тұрғысынан бұл ақпаратты беруге келе ма, келмей ма деген сұраққа журналист бірінші шешім қабылдау керек еді. Бұндай мақалаларда қоғамдық мүддеге байланысты не нәрсе бар? Өрт сөндірушілерге неліктен бірден хабарласпады? Сигнализация уақытында жасалды ма? Өртке қарсы құрылғылар орнатыла ма біздің көп қабатты тұрғын үйлерде? Аулаларда көліктер парковкаға қоя ма, әлде өрт сөндіретін машиналар келетін жолға қоя ма деген сияқты қоғамдық мүддеге қатысты тақырыптарды қозғаудың орнына біз қайтыс болған балалардың және қайғыдан қан жұтып отырған ата-аналардың ішкі дүниесіне араласып, олардың тіпті бір мақалада, қай мақала екенін есімізге салып жіберіңізші жолдас, әкесінің ИП ма, ТО ма бір фирмасының аты жөніне салған, оның салығы қанша болғанына салған. Яғни бұл жерде мүлдем бір ешқандай бір ақылға сыймайтын фактілер қойылған. Әкесінің табысы бұл отбасының жаңағы әлеуметтік жағдайын көрсеткісі келді ма, мен түсінбедім бұл жерде не үшін берілгендігін. Бұның барлығы артық. Улус медианың өзінде шыққан. Және бұл жерге скриншоттарын қоярмыз. Негізі жалпы ерекше бала деп қандай жағдайда айтады? Мысалға, өзім ерекше бала тәрбиелеп отырған ана ретінде айтайын. Ерекше балаларда жүгіріп кетіп қалу бір әдеті бар. Сол өте қауіпті негізі. Мысалға, олар есікті ашып өздері бір жаққа кетіп қалуы мүмкін де, сосын оны таба алмай қалады. Сондай жағдайда балалар жоғалып кетіп жатса, сондай жағдайда меніңше айтуға болады. Мысалға, өздері қашып кетсе, бар өзеннің суына түсіп кетсе, ондайлар жиі кездеседі. Ондай жағдайда айтуға болады. Өйткені ол сол диагноздың бір ерекшелігі және оқырмандарға, көрермендерге түсінікті болады да, солай екен ғой. Мысалға, көшеде жалғыз өзі бір кетіп баратқан бала болса, және ол өзіңізге бір ішіңізде бір күдік тудырса, қайда баратқанын білмей баратқан сияқты, онда міндетті түрде ұстап қалсын деген сол бағытта айтуға болады. Бұл жерде жеке отбасының бір диагнозымен жаңағы бұл қоғамдық мүдде бар. Өйткені осы мақаланы оқығаннан кейін адамдар жан-жағына қарап жүретін болады. Мына жерде мына бала кетіп баратыр, мен барып сұрайыншы, қайда баратыр екен, мамасы қайда екен, папасы қайда екен. Сондай жағдайда айтуға болады, яғни диагноз туралы. Ал бұл жерде өрттен кеткен балалардың историясын қазбалау дұрыс емес. Дұрыс айтасыз. Атырауда ма, қателеспесем, осыдан бірнеше ай бұрын бір оқиға болды. Тіпті бір 5-6 ай болып қалды ау деймін. Бір бала жасы 10 ба, ондан үлкендеу ме, бой ұзындау жігіт, жер үйде тұратын болған, үйінен шығып кетеді. Сол шығып кетіп баратқан видеоға түсіп қалғанда, содан кейін таппай қалды оны. Полиция іздеді, еріктілер көп жиналып, кәдімгідей бүкіл айналаның бәрін іздеді, қаланың сыртына дейін. Содан кейін мен қателессем, енді айып етпеңіздер, тағы да факт чек жасаймыз, бірақ кейін ол бала өлі табылды-ау деймін, қателеспесем. Тексеріп көреміз, сондай жағдайда сол кезде ол баланың сондай бір ерекше бала екені айтылды ғой деймін. Жаңағы өз пайымдамай сыртқа шығып кеткен, анасы басқа бір іспен айналысып жатқан кезде соны уайымдап кейін іздеді. Сол қайғылы бір қасіретке алып келді де. Ондай кезде айтуға болады жағдайды. Бірақ мына жерде ешқандай байланыс көріп отқан жоқ. Және оны тақырыпқа шығару, ол сенсация қуу ғой. Негізі Британиядағы таблоид журналистикасының бір элементтері, The Sun, Daily Mirror, Daily Mail деген басылымдар бар ғой, кәдімгідей сенсация қуатын. Өкінішке қарай сондай элементтер бар бұл жерде. Және тағы бір айта кететін мәселе, журналистік этиканың қағидаларын айтып кеттік. Сонымен бірге қоғам алдында ашық жұмыс істеу деген қағида бар. Яғни материалға қандай да бір түзету енгізсеңіз, сізден қате кетсе, ол барлығымыз адамбыз. Кез келген журналист қате жіберуі мүмкін. Ондай жағдайда біз осындай фактыны өзгерттік, осындай түзету жасадық деген сияқты бір дисклеймер болу керек негізінде. Ондай дисклеймер жасалмаған, бұл жерде қатты, меніңше, Улус медиа. Жоқ, өзгерту енгені туралы жасамаған. Мен егер скриншот жасап алмағанымда, бұл өзгергенінде біз біле алмай, дәлде алмай қалатын едік. Тек материалды көшіріп басуға тыйым салынады деп базын ескерту жасапты. Біз дисклеймер жасап жіберейік, жолдас. Біз материалды көшіріп басып отырған жоқпыз бұл жерде. Біз материалды көшіріп басып отқан жоқпыз. Бұл іштегі этика мәселесін скриншотпен көрсетеміз. Мүмкін деп ойлаймын, дәл осыған ұқсас контекстте осы мені жариялаған деректерді Politico деген сайт жариялады. Мүмкін сондай көшіріп басуға қатысты шығар деп ойлаймын бұлардың дисклеймер.
бір қызық ирония политико деген танымал саяси журнал бар ақшта. Мен оны үнемі ақшта оқып жүрген кезде оқитынмын. Өте салмақты, өте беделді журнал. Соны атын Қазақстанда политико KZ деп көргенде болмасаң да ұқсап бақ деп қойған шығар. Тағы бір айта кететін жағдай, осы репортинг дейміз ғой, осы репортаждардың ішінде жаңа травма журналистикасы деп айтып кеттім. Жалпы осындай адамның жүрегіне, жанына қатты әсер ететін сезімтал тақырыптарды жариялаған кезде әсіресе визуалдан өте абай болу керек. Өйткені өкінішке қарай ондай балаларынан кішкентай жасында айырылған отбасылар баршылық Қазақстанда да басқа жерлерде де. Ондай отбасы мүшелері жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының бетінен, газет журналдың бетінен, сайттан қандай да бір жүректеріне ауыр тиетін сурет көріп қалуы мүмкін. Сондықтан мысалға тағы да қай мақалада екенін білмеймін, жаңа жолдас сіз маған жіберген мақалалардың бірінде Улус медиада екен, 3 бейіттің басында деп жерлеп жатқан бір сурет салынып тұр. Біз жерге қоймаймыз, өйткені айқындама. Бұл жерге қоймаймыз, өйткені біз жаңа өзіміз айтып отырған сезімтал суретті әрі қарай таратпай қояйық. Бірақ журналистер осы психологиялық травма беру мүмкін ақпараттар және фото және видео материалдарды қойған кезде соны тағы да ойланса екен деген ойымыз бар. Өйткені әсіресе видео, осындай видеоларды, фотоларды қою негізі қаншалықты керек деген мағына сұрақ туады. Мысалға жаңағы барлығымыз бейіт басына барып көргенбіз. Мен әйел адам болғандықтан жерлеуге қатысып көрген жоқпын, бірақ ер адамдар барып жерлеуге де қатысқан шығар. Барлығы білет оның не екенін. Сол фотоны алып сол жерге қоюдың да қаншалықты қажеттігі бар. Жолдас, сіз келісесіз бе, жоқ па? Иә, бұл негізі кәдімгі коммуникация ғылымында арнайы термин бар болған. Жаңағы қайғыны эксплуатациялау деп аталады. Ағылшынша grief porn деп атайды. Grief porn кәдімгідей қайғыны порнографияға айналдыру деген сөз ғой, коммерциализациялау. Жаңағы сол қайғылы оқиғаның орнынан солай жаңағы жерлеп жатқанына шейін түсіру, ол адамдарда эмоция, аяныш тудырады, соның арқасында кликбейт, яғни клик көбейеді, көрілім көбейеді. Жаңағы қайғыны эксплуатациялау элементі да. Мысалға, жаңа біз тақылып отқан сол Улус медианың мақаласының астында әкесі туралы жазылған жерде мынандай сөйлем бар. Өрт болған күні балаларды әкесі үйде болмаған еді, кейін көршілері оның көшеде жылап тұрғанын айтқан еді дейді. Яғни әкесінің көшеде жылап тұрғанын контекстте беру, ол жерде сілтеме қосып қойыпты Улус медиа, сілтемеге кіріп көрсем, Улус медианың өз мақаласы, ол жерде күйеуі көшеде жылап тұрды деп тырнақша алғанда, өрт шыққан кешен тұрғындары оқиғаның мән-жайын айтты дейді. Бұл да жаңағы grief pornның элементі, яғни әкесінің көшеде жылап тұрғанына акцент беріп, оны тақырыпқа шығарып қою, қайғыны эксплуатациялау. Оны мысалға бір мысал келтіре кетейін. Британияда өткенде мен Нәрікбаев университетінде студенттеріме осы тақырыпты түсіндіріп жатқан кезде бір кейс тауып алдым. The Sun басылымы 2022 жылы Британияда ханшайым қайтыс болды ғой. Сол кезде оның жерлеу процесіне жаңағы қоштасқысы келген адамдардың бәрі кезекке тұрып барды. Сол кезде Дэвид Бекхэм де барған, және ол енді селебрити ғой Британияда. Ол селебрити несін өкілетін бір асыра пайдаланып, бір VIP залмен кіріп кеткісі келмеді, көп адаммен қатарда кезекте тұрады, 13 сағат бойы кезекте тұрып, жаңағы ханшайымның жаңағы несіне келіп қоштасады. Сол процесті журналистер видеоға түсіріп алған, сыртта тұрған видеосын Бекхэмнің кезекте, сосын ана жерге келіп, ханшайымның жаңағы табытының қасына келіп тұрған жерде, ол бүйтіп жылаған сияқты болып, көзінен жас шыққан сияқты болып, көзін сүртеді. Соны ана зуммен, камерамен жақындатып көрсетіп, Бекхэмнің жаңағы қайғысын көрсету арқылы көрілім жинады. Бұл да сол grief pornның әрекеті да. Әрине ол Дэвид Бекхэм ол жерде жаңағы қарсы ештеңе айта алмайды, себебі бұл қоғамдық ортада ол өз еркімен келіп отыр деп жаңа сотта журналистің әрекетін ақтауы мүмкін. Бұл жерде біз моральдық этикалық тұрғыдан айтуымыз керек те, қаншалықты Дэвид Бекхэмнің сол жерде тұрып
көзіне жас алғанын көрсету, сол акцентпен беру маңызды еді дейді. Кейін зерттеп көріп қарасам, The Sun басылымының редакторы оны ақтауға тырысқан, журналист қауымдасы талқылаған кезде олар айтқан, жалпы бұл оқиғаға осылай қарапайым адамдардың қатарында Дэвид Бекхэмнің келгені, оның осылай эмоцияға күйзеліске түскені қоғам білуге тиіс ақпарат деп сол үшін бердік деп ақталады. Оны бір сөзбен айтуға болады ғой, оны барып көзін видео зумға салмай-ақ дейсіз ғой. Сол видеомен беру, жалпы гриф-порның элементі ғой. Мысалға жаңағы әкесінің әрине қайғыдан қанжытып отырғаны айтпаса да түсінікті, көршілермен сөйлеспесең де түсінікті. Бірақ жаңағы кішкентай мәйіттердің фотосын салу арқылы ол біріншіден жаңағы отбасының туыстарына үлкен соққы береді, өйткені олар көрген кезде онсыз да жылап отырған үстеріне тағы соққы болады, және осындай ситуацияға да болған басқа отбасыларға да үлкен соққы болады. Сондықтан осы қандай да бір қылмыстың құрбаны болған, төтенше жағдайдың құрбаны болған адамдар тірі қалсын, тірі қалмасын, олардың жаңа туыстары болсын, барлығының соның жағдайын ойлап, екі жақты таразылап, осы суретті жарияласам, мен не ұтам? Мен емес, қоғам не ұтады? Мен осы суретті жарияласам, қоғам ештеңе ұтпайтын болса, онда мен не үшін жариялаймын? Өйткені оны көрген адамдар, ол көрген отбасы мүшелері қатты қайғырып отыр деген сияқты ой болса деп тілейміз. Мысалға, менде Сүлеймен Демирел университетінде сабақ бердім бірнеше жыл. Сонда менде студенттеріме айтатын едім, бірде-бір адамға зияндарын келетін болса, онда жарияламай-ақ қойыңдар материалды деп. Әрине, бір адамның жеке басына қатысты тағы да оларға зиян келтіру мүмкін материалдарды жариялайтын бір жағдайлар болады. Олар қоғамдық тұлға болса, тағы да басқа. Бірақ негізі басқа қоғамдық мүдде болмайтын болса, онда бірде-бір адамға зиян келетін болса, жарияламауған дұрыс негізі. Менің өзімнің жеке пікірім. Бұл жерде жалпы этика дегенді былай түсіну керек қой. Мысалға, көп адамдар ойлайды, мысалы мен бір подкастта қатысып, осы этиканы талқылаған кезінде бір журналист өзің сөз еркіндігін талап ету керек, сөз еркіндігі болу керек дейсің де, бірақ этикамен бәрін шектей бересің деп маған ұрысты да. Сол кезде мен түсіндірдім де, ол этика шектеу емес, этика ол қоғамдық қызметтің бір бөлігі. Сосын этиканы біз мынаны істеуге болмайды деп шорт кесіп айтуға болмайды. Этиканың 90-95%, мен бір әріптесім мазақта айтады, этиканың 95%-ы серый зонадан тұрады. 5% нақты ереже болуы мүмкін. Дилемма деп айтамыз сондықтан. Серый зона дегеніміз ол жаңағы әр кейсті жеке дара қарау керек, жеке дара салмаққа салу керек, қоғамдық мүддеге сай ма жоқ па. Себебі әр оқиға әртүрлі, әр оқиғаның контексті түрліше болады. Сондықтан оны этика шеңберінде қатып қалған заң деп қабылдамауымыз керек те, солай жеке дара қарастыруымыз керек. Мысалға, мынау осы өрт оқиғасына қатысты өте көп мақалалар, видеолар шықты. Соның әрқайсысының редакциядағы этикалық шешімін әртүрлі бағалаған белгілі. Оны әрқайсысына жеке дара жаңағы анализ жасау керек та. Мысалға, біз ұлыс медианы қарап отырмыз. Мен мысалы осының шеңберінде тағы бірнеше медианы қарадым. Тенгри Ньюс бір күннен кейін барып, ертесі күні барып ерден арнайы репортаж жасаған, видео, фото түсірген. Бірақ мен риза болғаным, олар жаңағы балаларының жасын да айтпайды, балалардың атын да атамайды, ерекше бала екенін де атамайды. Сол жерде көршілерімен сұхбат алғанда, көршілерінің түрін де көрсетпеген, тек дауысын жазып алғанда. Ол жерде жаңағы оқиғаның себептеріне қатысты бір топшылау, болжау элементтері жоқ та. Ол да жаңағы тергеу қылмыстық іс қозғалды деді ғой, соған жаңа кедергі болу элементтері жоқ та жерде. Мысалы, сіз бір нәрсені топшыласаңыз, ол қоғамда спекуляцияға алып келуі мүмкін, ол тергеу жұмыстарына кедергі келтіру мүмкін. Мысалға, тағы бір медиада көрдім, ол медиа емес, халық партиясының бір сондай коммуникация каналы бар. Сол жерде олар үнемі бір оқиғаларды түсіндіріп жатады YouTube-та. Прямо по Конаева деп аталады ғой, деймін қателеспесем. Сол жерде олар да барып репортаж жасаған екен, бірақ сол жерде олар көршілерінің айтуынша бір баласы ерекше бала болған деп бір сөйлеме айтып кетеді. Оның контексті не қатысы бар еді, мен де ойландым. Енді олар контексте беру керек, маңызды екен деп ойлаған шығар, бірақ олар да жаңағыдай ұлыс медиадағыдай аты жөніне шейін детальны бермейді. Мысалға,
ең маңыздысы жаңағы бұның бәрі айналып келгенде зиян келтірмеу әрекетіне ғой. Мысалы қайғы жұтып отырған отбасыға жаңағы балалар өмірден өтіп кетті, көрсете беруге болады дегенде ой болуы мүмкін. Мысалы сондай талқы ақш-та өте үлкен болды. Мысалы есіңізде болса, бар, иә, бір жақта өмірден өтіп кеткен балалардың фотосын көрсете береді негізінде. Техаста тіпті соның өзі бір дау болды. Ана Техаста бір 21 баланы атып кеткен бір оқиға болды мектепте. Увалды ма? Сол кезде, Ювалде кейсі. Сол кезде журналистер бірден балалардың мектептен қашып шығып келе жатқан фотоларын таратып жіберді, телеарналар таратып жіберді. Сол дау туған кезде кейбіреулер ақтауға тырысты. Енді мерт болды, оқиғаны беру үшін, контекст үшін ол маңызды болды деді. Менің ойымша дәл қашып шығып келе жатқанын көрсетудің қажеті жоқ еді, себебі ол жерде қашып шығып келе жатқан аман қалған балалар ғой, олардың беттері бәрі көрініп қалды мысалға. Оны аман қалған балаларды мүлдем беруге болмайды. Балаларға қатысты әрқашан естеріңізде болсын. Егер ол бала тірі болса, ешқашан оның атын да бетін де айтпаймыз. Бұл жерде тағы да айта кетейік, ұлыс медианың егер редакциясынан біреу келіп тағы да сөйлескісі келсе, немесе біздің айтқанымызға дау айтқысы келсе, оған да ашықпыз. Тағы да бір подкаст жазайық десе, оған да менің ойымша келісуге болады. Талқылайық. Бұл жерде ең мәселе болып тұрғаны осындай қиын жағдайды эксплуатацияға келтіріп, сенсация қуу бізде барынша аз болса екен дейміз. Басқа редакцияларды да соған шақырамыз. Және бұл жерде журналист ретінде емес, ерекше баланың анасы ретінде айтатыным, жалпы біз инклюзивті қоғам құруға барынша тырысып жатырмыз ғой, қай елде болса да. Бірақ бәрібір сол осы инклюзивті қоғам құруға медианың да үлкен атсалысатынын тағы да біздің әріптестерімізге еске салып кеткім келеді. Ерекше баласы бар екен деп бұл жерде алып шығу, бұл бір әлгі құбыжық сияқты, бөжай сияқты қараған сияқты болып тұр да. Яғни мысалға баласының диабеті бар екен деп, немесе баласы 100 метрліктен жүгіріп бірінші орын алыпты деп айтпайды ғой біреу, мысалы өрт болса, немесе баласының шашы сары екен, мына жерінде мең бар екен деген сияқты. Бұл бір ерекше бала деген ол бір жай ғана ерекшелік. Оларды дәл сол басқа балалар сияқты бала, ешқандай айырмашылығы жоқ. Мүмкін кейбіреулері сөйлей алмайтын шығар, мүмкін кейбіреулері бір жұмыс жасай алмайтын шығар, бірақ оларды дәл солай бала. Сондықтан оны әлгі біреуінің шашы сары екен, біреуінің көзі көк екен деп айтпаймыз ғой. Сол сияқты ерекше бала екені тағы да контекстқа керек емес болмаса, оны бүйтіп қадағалап, астын сызып көрсетпей ақ қояйық. Өйткені біз оларды ірі қоғам мына жерде, ерекше бала мына жерде деп бір шамадан тыс бір қалай айтамыз бұны, басқа бір нәрсе сияқты көрсетеміз де, негізі біз және олар деген сияқты. Біз және олар, өкінішке қарай ол жылдан жылға көбейіп келе жатқан диагноз, сондықтан олардың саны азаймаса көбеймесе азаймайтын шығар. Сондықтан ондай балалардың барлығын жаңа қоғамнан бөлек тастап, олар және біздер деген сияқты меніңше ойдан арылу керек сияқты. Сондықтан журналистер осы бағытты да сіздер біздің барлығымыздың мойнымызда бір үлкен бір жүк тапсырма тұрғанын, міндет тұрғанын тағы да еске салып кеткім келеді. Осымен барлық айтқымыз келген нәрсенің бәрін айтқан сияқтымыз, жаңа ерекше бала дегеніңізге қатысты айта кетейін. Ол жерде шын мәнінде қазақ қоғамында көп талқыланып жүр. Қазір өткенде Тредсте бір пост көріп қалдым. Жаңағы автобуста ерекше баласымен кетіп бара жатқан жерде ол мүмкін дауысын шығарған бала, енді олар өздерінің бір дауысымен деп бірдеңе деп айтып отыру да мүмкін. Соны дұрыс өздері ол успокаивать етеді. Автобустағы кісілер жаңағы ұрысып, мұндай балаң болса қоғамдық жерлерде жүрме деген сияқты ұрысқан. Бұл кәдімгі инклюзияға қайшы көзқараста кәдімгі. Олар сонда қоғамдық жерлерге мүлде бармау керек пе, мысалы. Сосын ерекше бала дегеннің өзі үлкен спектрумдағы сөз да, жалпылама стереотипті айтуда, оның ішіне бәрін кіргізіп тастайды. Әртүрлі аурумен, генетикалық аурумен дүниеге келген балаларды да, аутизм спектрындағы балаларды да бәрін кіргізіп тастайды. Мысалға, аутизмді тіпті ауру деп қабылдау дұрыс емес деген негізі ауру деп қабылдамау керек. Олар жай ғана ерекше ойлайды, ерекше қабылдайды әлемді. Оны тіпті соңына дейін ол емделеді деген көзқарастың өзі қате дейді мысалға. Ол тек коммуникация қабілеттері кейде жаңағы өте жай баяу дамуы мүмкін. Ата-анасы соған көмектесіп,
ортаға, қоғамдық ортаға сиіп кетуіне, сіңіп кетуіне көмектеседі, болды. Ал аутизм элементі бәрібір өмірінің соңына дейін ол қала береді. Ол кәдімгі айтып тұрмын ғой, біреудің көзі үлкен, біреудің көзі кішкентай, біреудің мұрны үлкен, біреуінікі үлкен емес деген сияқты сондай бір ерекшелік қана. Оған басып көрсетіп керегі жоқ, егер контекстқа керек болмаса. Жақсы, онда сіздер өз пікірлеріңізді осы видеоның астына қалдырыңыздар. Бізбен келіссеңіздер де, келіспесеңіздер де, және журналист әріптестерімізге әрбір шығарылым сайын айтамыз. Бізге қосылғыларыңыз келсе, есігіміз ашық. Келесі кездескенше онда. Жолдас, рахмет сізге осы тақырыпты ұсынғаныңызға. Сау болыңыздар.